Сіздермен осы алдағы тақырыпта көре алмаушылық туралы баяндайтын боламыз. Құран кәрімде Алла Тағала көре алмаушылықтың үлкен күнә екендігін, оның үлкен зиянды харам екендігін баяндап кеткен. Ей Мұхаммед, сен былай деп дұға жаса дейді. Қызғанушының қызғанған сәтіндегі көре алмаушылығынан сақтан деп дұға жаса дейді. Бұл көре алмаушылық дегенді Абай атамыз адам баласы осы дүниеге келген кезде екі мінезбен туады дейді. Біреуі нәпсімен ішсем, жесем, ұйықтасам деген, екіншісі білсем, үйренсем, оқысам деген. Осы жерде Абай атамыздың айтқысы келіп отырғаны бұл адамның жаңағы жесем, білсем, ұйықтасам дегені осы нәпсісін тойдыратын, нәпсісін семіртетін амалдар дейді. Адам қашан нәпсісі семірген кезде өзгелердің қолындағы нәрсені көре алмаушылық пайда болады дейді. Сондықтан мынау Машһүр Жүсіп атамыз адамның қайғысын әрбір адам бөлісе алады дейді. Адамның қайғысын әрбір адам бөлісе алады. Бір адамның басына қайғы түссе, бір туысқаны қайтыс болса, оны барлығы барып бөлісе алады. Бірақ адамның басына келген қуанышты шынайы жүрекпен бөліскен адамға әулие деп айтудың өзі аздық етеді дейді. Қазақ айтады, нағыз қорлық ол сорақылық, қорлық деген жаңағы дүниесі барлық емес, нағыз қорлық сол дүниесі бар адамды көре алмаушылық деп айтады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көре алмаушылық жайлы айтқанда ла хасада илля фиснатайн, екі жағдайда ғана көре алмай қызығушылықпен, қызғаныштықпен қарауға болады дейді. Біреуі Алла Тағала Құран беріп, Құранды жаттап, және ол Құранмен күні түні оқып оған амал еткен адамға, екіншісі Алла Тағала дүние беріп, сол дүниесін ізгілікке, жақсылыққа, қайырымдылыққа жұмсаған адамға қызығып қарауға болады. Басқа жағдайда көре алмаушылықпен қарау, күндістікпен қарау ол харам деп айтады. Көре алмаушылық ол көзге көрініп тұрған аурудан да жаман. Бір адамның бауыры немесе өте ауыратын болса, ол адам ауырып немесе сол ауруынан айыға алмай кететін болса, ол қайтыс болып сол ауруынан құтылуы мүмкін. Бірақ бұл көре алмаушылық деген көзге көрінбейтін ол жүректің ауруы. Бұл ауру адамның ішкі жан дүниесін ауыртып, адамның мазасын алып ұйқысын қашыратын үлкен бір дерт. Иса пайғамбарға Әблис келіп, ей Иса, мен саған 10 түрлі күнәні айтайын, 10 түрлі күнәні айтайын, соның ішіндегі 8-ін айтып, 2-ін айтпай қояйыншы дейді. Сонда Иса пайғамбар жаңағы жасырып тұрған 2-інің қатты маңыздылығын біліп, ей Әблис, 8-ін қоя берші, маған сол маңызды 2 болып тұр, 2-ін айтшы дейді. Сонда Әблис айтқан екен, бұл 2, біріншісі Алланың рахымынан, мейірімінен мені алыстатқан тәкаппарлық болса, екіншісі Алланың пендесіне берген нығметін қызғанып көре алмаушылық танытқаным дейді. Міне осы жерден байқайтынымыз, Алла Тағала ең әуелі адам баласын жаратқан кезде, әлемді жаратқан кезде ең алғашқы күнә ол көре алмаушылықтан туған еді. Адамға берген нығметті Әблис көре алмай, сол сәтте адамға күнә жасатуына азғыру болған еді. Сол секілді бұл көре алмаушылық ең алғашқы күнәнің бірі деп айтылады. Сол көре алмаушылық болған жағдайда оны емдеп тастаудың, одан арылудың жағдайлары қандай? Ең бірінші ғалымдарымыз айтады, көре алмаушылықтан арылу үшін Алладан кешірім сұрап көбірек истиғфар айту керек. Екінші, көре алмаушылықтан арылу үшін көбірек пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту керек. Және үшіншісі, сол сен көре алмай жүрген адамды, егер жүрегіңде сондай бір дерт болатын болса, мен ол адамды Алланың разылығы үшін жақсы көрем.
онда бар, ондағы бар дүние менде де бар, ода жоғы менде бар, менде жоғы ода бар деп, мен шынында мен сол бауырымды жақсы көремін деп өзіне көп есеп айтып, өзіне көп сабақ беріп жүру керек. Сонда ол көре алмаушылықтан арылады дейді. Ғалымдарымыз көре алмаушылықты былай деп бөледі дейді. Егер сенің шамаң келсе, ғалым бол. Ғалым бола алмасаң, сол ғалымның сабағын алатын шәкірті бол. Егер шәкірті бола алмасаң, онда сол ғалымның ілімін жақсы көр. Бірақ сол ғалымдағы берілген ілімді көре алмаушылықпен танытпа деген. Сонда Омар ибн Абдул-Азиз рахимахулла, Алла ол кісіге разы болсын, бізге үлкен Аллах Тағала нығмет берген екен ғой. Біз ғалым бола алмасақ та, бірақ сол ғалымдардың берілген нығметін, сол ілімін жақсы көретін болсақ, бізді Аллах Тағала сол үшін жәннатқа кіргізіп жібереді екен ғой деген екен. Сондықтан біреуге берілген нығметті оны қызғанушылықпен емес, керісінше қызығушылықпен қарап, көре алмаушылығымызды асқындатып жібермей, оған көре алмаушылықпен көзбен қарап қойып, ертең Алланың алдында үлкен күнәһар болып қалмай, біз керісінше оған Алладан хайыр тілеуіміз керек екен. Осман империясының кезінде Константинополды ашқан Фатих Сұлтан бір күні базарға шығуға ниеттенеді. Өзімнің қауымның, өзімнің адамдарымның, өзімнің қол астындағы жамағатымның пейілі қандай екен, бір-бірін көре алмаушылық бар ма екен, бір-біріне деген махаббаттары, мейірімдері қандай екен деп базар аралауға шығады. Сөйтіп бір жүзім сатып тұрған кісіге барып, маған бір келі жүзім беріңіз, одан кейін бір келі өрік беріңіз деп айтқан кезде, құрметтім, мен тақсыр, мен сізге бір келі жүзім берейін, бірақ менің көршім күні бойы сауда жасаған жоқ, оның да шеттей бала шағасы бар, сол жаңағы көршімнен барып өрікті алсаңыз деп айтады. Оған риза болған патша, оның патша екендігін саудагер білмейді, және патша екендігін ол да айтпайды, көршісіне барып өрік алады. Бір келі өрік алғаннан кейін маған тағы да арпа бер деп айтады. Сонда жаңағы саудагер, тақсыр, кешіресіз, мен сізге 1 килограмм өрікті салып берейін, бірақ арпаны келесі көршімнен аласыз ба? Ол да таң атқаннан бері сауда жасаған жоқ, оның да бала шағасы бар, менен алған осы сауда бүгінгі бала шағамның азығына жетеді деп айтады. Сонда Фатих Сұлтан бұл жағдайды көріп, көзімен көріп, Аллаға шүкір, менің осындай пейілі кең, бір-біріне көре алмаушылығы жоқ жамағатым тұрған кезде менің алмайтын қамалым жоқ деген екен. Міне, көре алмаушылық болмаған жағдайда мұсылмандар, адамдар, Алланың жаратқан құлдарының алмайтын қамалы жоқ. Керісінше, күндестік болған кезде, көре алмаушылық болған кезде, олардың аяқтарында бір шынжыр тұрған секілді, олар алға қарай қадам баспайды деген. Көре алмаушылық аспанда, әлемде ең алғаш жасалған күнә екендігі рас. Себебі Аллах Тағала «Уаиз қала роббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа» періштелерді жинап алып, мен жер бетіне орынбасар жаратам, халифа жаратам деген кезде, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ей Раббым, сен ол адамдарды жаратып не істейсің? Біз сені ұлықтап жүрміз, біз сені мадақтап жүрміз ғой деп айтады. Сонда қала инни а'ламу ма ла та'ламун. Сендердің, менің білетіндерімді сендер білмейсіңдер деп Аллах Тағала айтады. Міне сол сәтте Аллах Тағала өзінің орынбасарын Адам алейхиссаламды жаратады. Адам алейхиссаламды жаратқан кезде оған құрмет ретінде періштелер мен іблиске сәжде етіңдер деп айтады. Сонда періштелер Алла Тағаланың бұйрығын дереу орындайтындығы ақиқат. Олар тек бұйрық үшін, сол құлшылық үшін жаратылған періштелер фәсәжәду деп айтады. Бірден сәжде жасады. Әбә уастакбар. Сол кезде іблис Алланың жаратқан құлына
сәжде етуден бас тартты дейді. Сол бас тарту неден болды? Холақтаху мин тураб, холақтани мин нар. Оны сен топырақтан жараттың, ал мені оттан жараттың. Мен оттан жаратылып, топырақтан жаратылған сенің құлыңа қалай сәжде етем деген тәкаппарлықпен ең алғаш күнә болған еді, күнә жасаған еді. Одан кейін Алла Тағала Адам алейхиссаламды жәннатқа кіргізіп, барлық жемістің барлығын же, бірақ бір жеміске жақындама деп айтты. Сол жемісті жесең, Алла Тағаланың ашуы бар, және сендердің әуреттерің ашылып қалады деді. Сонда Ібліс біріншісінде тәкаппарлық қылған, жаңағы Адам алейхиссаламға келіп, бүткіл саған құлшылықты, бүткіл әлемдегі жақсылықтың барлығын беріп тұр, саған барлық жемісті же деп тұр, бірақ жемісті жеме деді. Сонда ол жемісті қызғанып жатыр ма сенен деп Адам алейхиссаламды азғырады. Сонда сол Адам алейхиссаламды көре алмаушылықпен берілген нығметті көре алмай, Ібліс сол адамға жаңағы жеме деген, жақындама деген ағашқа жақындауына себеп болып, жеме деген жемісті жегізіп, Алла Тағаланың ашуына, қаһарына ұшыраған. Сондықтан бұл күнәнің ең алғашы осы тәкаппарлықпен көре алмаушылықтан басталған деседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мұбарак хадисінде көре алмаушылық адамның ізгі амалдарының барлығын жойып жібереді дейді. Яғни бір адам құлшылық жасап жүретін болса, оны көре алмаушылықпен ішінде бір ауру дерті болатын болса, онда ол адамның жасаған құлшылықтары жойылып кетеді, қабыл болмай қалады деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы хадисте айтқанда, ғалымдарымыз көре алмаушылықтан арылудың жолдары қалай деп қойылған сұраққа жауап береді. Бірінші, Алладан кешірім сұрау керек. Бір адамның бойындағы бір жақсылықты көре алмай қалса, ең бірінші Аллахым мені кешір, Раббым мені кешір деп истиғфар айту керек. Екінші, көре алмаушылықтан арылудың жолы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға көптеп салауат айту керек. Үшінші, көре алмаушылықтан арылудың жолы ол жаңағы кімді көре алмай жүрген болса, кімнің бойындағы жақсылықты ол жақтырмай жүрген болса, сол адамды мен жақсы көрем, менің оған берілген жақсылық маған да берілген, маған берілген жақсылық оған да берілген деп, шынында мен Алла разы болсын оны жақсы көрем деп көбірек өзіне айтып жүру керек дейді. Осы жағдайларды қайталаса көре алмаушылықтан арылуға болады. Және көре алмаушылықтың ең арылудың жолы намаздан кейінгі көптеп дұға жасау керек. Намаздан кейінгі жасалған дұға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қабыл деген. Сондықтан көбірек намазды оқып тұрып, жүректегі дерттен арылу бұл үлкен міндетіміз болып саналады. Себебі көре алмаушылық деген өте үлкен күнәлардың қатарында тұрады. Өйткені көре алмаушылық ол өзіңнің мұсылман, өзіңнің Аллаға иман еткен бауырыңа қаламағаның деген, берген нығметті қаламағаның деген сөз. Ғалымдарымыз көре алмаушылықты былай деп айтады. Имам Ғазалидің Ихя улумуддин деген кітабында Алла Тағала біреуге ілім берді, және омен қоса дүние берді дейді. Екінші бір адамға Алла Тағала ілім берді, бірақ дүние бермеді дейді. Ал енді соған қарап қызығуға болады, бірақ оған қарап қызығу ол күнә тудырмайды, ол күнә болмайды деді. Өйткені ілімге қызығу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам рұқсат деді. Ал енді үшінші адам бар, Алла Тағала оған дүние берді, бірақ ілім бермеді. Ол өз дүниесімен мақтанады, және оны қайырымдылыққа жұмсамайды деді. Төртінші адам бар, оған дүниеде де берген жоқ, ілімді де берген жоқ. Егер осы үшінші мен төртінші адамға бір адам мынаның дүниесі бар, ол қалағанынша қалағанын жасап жүр, шахуатын қалағанынша қандырып жүр деп, менде сондай болсам, менде де сондай дүние болса деп армандайтын болса, онда ол адам күнәһар болады дейді. Неге дегенде, ол көре алмаушылығы оның күнәлі істерге серік болуында дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде тек екі нәрсеге ғана қызығушылықпен қарауға болады. Біреуі Құран оқитын адамға, екіншісі дүниесін тек қайырымдылыққа жұмсайтын адамға деп айтқан. Алла Тағала
жасаған құлшылықтарымызды қабыл етіп, жүректерімізді сау болуын, жүректеріміздің ақ болуын, жүректеріміздің Алланың алдында таза болуын нәсіп етсін.